Көкжиекпен астасқан кең далада, көне керуен жолдарының тоғысқан тұсында орналасқан Түркістан шаһары сол заманда рух пен сауданың, сыр мен тағдырдың мекені еді. Мұнда Тараз бен Отырар тарапынан келген керуендер аялдап, алыс сығанақ пен Сауран жұртынан жеткен хабарлар бір-бірімен араласып, ел ішіндегі әр тағдырдың жібін жалғап жататын. Сол шаһарда базардың ушуы мен мешіттің азаны араласқан тіршіліктің арасында бір-бірін көрмей-ақ сүйген екі жан өмір сүрді. Бірі зерделі, жүрегі нәзік Жанерке, әкесі Шымкент жақтан келген дәулетті саудагердің қызы еді. Екіншісі сөзге шешен, бірақ тұрмысы жұпынылау, Қызылорда маңынан келген жас жігіт Әлихан. Олар алғаш рет жүзбе-жүз кездеспеген. Олардың арасын жалғаған қағаз бен қалам ғана. Бәрі бір кездейсоқ хаттан басталды. Жанерке қателесіп басқа адамға арналған хатты алып қояды. Сол хатта жазылған сөздер жүрек түбінен шыққан шынайы сыр, өмірдің мәні, жалғыздықтың мұңы еді. Бұл сөздер оны беймәлім жанға жақындата түсті. Ол жауап жазды. Сол сәттен бастап екі жүрек бір-біріне хат арқылы жол тапты. Әр хат бір әлем, әр сөйлем бір сезім. Әлихан өзінің жан сырын бүкпесіз жазатын, дала туралы, жалғыздық туралы, армандар туралы. Ал Жанерке болса әр сөзін әсемдеп, нәзік сезіммен өрнектейтін. Уақыт өте келе, олардың хаттары жай сөз алмасу емес, жанның үндестігіне айналды. Күндер өте берді. Хаттар көбейді. Сезім тереңдеді. Бірақ олар бір-бірінің жүзін әлі көрмеген еді. Ал тағдыр болса, үнсіз ғана өз өрнегін тоқып жатты. Уақыт өте келе, Түркістан шаһарының әр күні олардың сезімін тереңдетіп, әр түні хатқа айналған сырларды көбейте түсті. Таңғы азанмен бірге басталған тіршілік кешкі шапаққа ұласқанда, екі жүрек бір-біріне жететін жалғыз жол хат екенін анық түсінген еді. Тараз бен Отырар арасындағы керуен жолдары қаншалықты ұзақ болса да, олардың арасындағы сезім одан да ұзын, одан да терең болатын. Әлихан әр хатын ерекше ықыласпен жазатын. Ол кейде сығанақ даласының тыныштығын, кейде Сауран маңындағы кешкі самалды сипаттай отырып, өз жүрегіндегі бос кеңістікті Жанеркеге арнайтын. Оның әр сөйлемінде аңсау бар еді, әр сөзінде сағыныштың сазы. Ол қызды ешқашан көрмесе де, оны жан дүниесімен танып алғандай сезінетін. Ал Жанерке болса, әр хатын жазар алдында ұзақ ойланып, әр сөзін жүрегінен өткізіп барып қағазға түсіретін. Оның бөлмесінің терезесі Шымкент жаққа қарағандай көрінетін. Бірақ ол үшін әлемнің барлық бақтығын. Ол өз хаттарында үміт туралы, тағдыр туралы, кейде тіпті қорқыныштары туралы да ашық жазатын. Оның жанында біреу бардай, бірақ сол біреу қол жетпес алыста тұрғандай сезілетін. Бірақ бұл мөлдір сезімнің арасына көлеңке түсе бастады. Жанеркенің жақын туысы сырт көзге сабырлы, бірақ ішкі әлемі қызғанышқа толы жан, олардың хат алмасуын байқап қалады. Алғашында ол жай ғана қызығушылықпен қарады. Бірақ уақыт өте келе, бұл байланыс оның ішінде түсініксіз ашу мен қызғаныш оятты. Ол Жанеркенің бақытты болғанын қаламады, немесе бәлкім өзі түсінбеген сезімнің тұтқынына айналды. Сол сәттен бастап бәрі өзгере бастады. Кейбір хаттар жетпей қалды. Кейбір жауаптар кешікті. Ал кейбір хаттар мүлде басқа мазмұнда болды. Әлихан бір күні бұрынғыдай жылы жауаптың орнына суық, түсініксіз сөздерге толы хат алды. Онда Жанерке оған сенбейтінін, оның сөздері жалған болуы мүмкін екенін меңзегендей еді. Бұл хат оның жүрегіне күмәннің алғашқы дәнін септі. Ал Жанерке болса, керісінше Әлиханнан алыстап бара жатқандай жауаптар ала бастады. Оның сөздері бұрынғыдай нәзік емес, салқын әрі қысқа болатын. Бірте-бірте ол өзін жалғыз қалғандай сезінді. Шындық олардың арасында емес еді. Шындық хаттардың арасында жоғалып бара жатты. Қызылорда мен Түркістан арасындағы жол қаншалықты алыс болса, енді олардың жүректері де дәл солай алшақтай түсті. Екеуі де бір-бірін кінәламады. Бірақ екеуі де бір-бірін түсінбей қалды. Сезім бар еді. Сенім жоғала бастады. Ал сенімсіз махаббат тамырына су жетпеген гүл секілді еді. Таң атқанда әлем бұрынғыдай көрінгенімен, олардың ішкі дүниесінде әлдене мәңгілікке өзгеріп кеткен еді. Түркістан көшелері баяғыдай ұшуға толы, керуендер баяу жылжып, базардағы дауыстар аспанға көтеріліп жатты.
Бірақ Айсұлу мен Данияр үшін сол дыбыстардың бәрі алыстан естілгендей көмескі, мағынасыз боп қалған. Алғашқы күндері олар бақсының сөзін елемеуге тырысты. Бұл тек қорқыныш деп өздерін жұбатты. Бірге жүріп, бірге сөйлесіп, бұрынғыдай күлкі іздеді. Бірақ тағдырдың салмағы біртіндеп сезіле бастады. Алдымен ұсақ нәрселерден басталды. Кездесуге уәделескен сайын бірде жол жабылды, бірде аяқ астынан бөгет шықты. Данияр Шымкент жақтан келген керуенге ілесіп кетуге мәжбүр болды, ал Айсұлу Тараз тарапынан келген туыстарының бақылауында қалды. Екеуі бір қалада жүрсе де, бір-біріне жете алмайтындай күйге түсті. Уақыт өте келе бұл жай сәйкестік емес екені анық байқалды. Кейде олар бір-біріне хат жазды. Бірақ хаттар кешігіп жететін, кейде мүлде жоғалып кететін. Бір сөз бұрмаланып, бір ой дұрыс жетпей, араларына күмән ұялай бастады. Бір кездері тек сенімге құрылған махаббат енді сұрақтарға толы болды. Айсұлу түнде қайта-қайта сол түсті көретін болды. Қара аспан, қара бұлт, жалғыз өзі. Ал алыста Даниярдың бейнесі көмескіленіп, бірте-бірте ғайып болатын. Ол оянып кетіп, ұзақ уақыт тыныштала алмайтын. Жүрегі әлденеден секем алып, бақсының сөздері санасында қайта жаңғыратын. Ал Данияр болса, ішкі күреспен өмір сүрді. Ол өз-өзіне бұл жай сынақ деп қайталай берді. Бірақ әр сәт сайын жағдай күрделене түсті. Оның айналасында да өзгерістер басталды. Достары алыстап, сөздері түсініксіз қабылданып, кейде өз ойы өзіне қарсы тұрғандай сезілетін. Бір күні олар ақыры кездесті. Көптен күткен кездесу. Бірақ қуанышсыз өтті. Екеуі де бір-біріне қарап тұрды, бірақ бұрынғыдай жақындай алмады. Араларында көзге көрінбейтін қабырға тұрғандай. Айсұлудың көзінде жас, Даниярдың жүзінде шаршау бар еді. «Біз не істеп жатырмыз?» деді ол баяу. Жауап болмады. Себебі екеуі де түсінді. Бұл жай қиындық емес еді. Бұл тағдырдың қарсы тұруы еді. Күздің салқын лебі Түркістан аспанын сұр бұлтпен тұмшалап, қаланың да, көңілдің де өңін қашырған шақта Айсұлу мен Данияр соңғы рет жүздесті. Бұл жолы олар тағдырмен таласуға емес, оны үнсіз мойындауға келгендей еді. Қала баяғыдай тіршілікке толы болғанымен, олардың жүрегінде бір дәуір аяқталып жатқанын екеуі де анық сезінді. Олар алғаш танысқан ескі баққа келді. Жапырақтар сарғайып, жерге төгіліп жатыр. Дәл сол секілді олардың үміттері де біртіндеп үзіліп, үнсіз құлап жатқандай. Жел баяу соғып, өткен күндердің елесін әкелгендей болды. Ұзақ үнсіздіктен кейін Айсұлу сөйледі. Біз қанша қарсы тұрсақ та бәрі біз ойлағандай болмайды екен. Данияр оның сөзін бөліп кеткен жоқ. Өйткені ол да дәл соны сезіп тұрды. Мен қорықтым, деді Айсұлу сыбырлап, бірақ сен үшін емес, біз үшін. Бұл сөздер ауыр болса да шын еді. Данияр терең дем алды. Оның жан дүниесінде арпалыс көптен бері жүріп жатқан. Бірақ алғаш рет ол қарсыласуды тоқтатты. Мүмкін біз тағдырды жеңбек болып, өзімізді жоғалтып алдық, деді ол баяу. Сол сәтте бәрі анық болды. Бақсының сөзі енді қорқыныш емес, шындыққа айналған. Олар бір-бірін жақсы көрді. Бірақ сол махаббаттың өзі олардың жолын жабатын кедергіге айналған еді. Айсұлу көзіндегі жасын сүртпеді. Егер біз бірге болсақ бәрі күйрейді, деді ол анық. Бұл жолы ешкім қарсы шықпады. Данияр оның қолын соңғы рет ұстады. Бұл ұстасу қоштасудың үнсіз белгісі еді. Екеуі де сол сәттің мәңгілікке есте қалатынын білді. Жел күшейді. Жапырақтар ұшты. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен сені ұмытпаймын, деді Данияр. Мен де, деп жауап берді Айсұлу. Бірақ олар жақсы білді. Ұмытпау ең ауыр жаза екенін. Сол күні олар екі бөлек жолға түсті. Айсұлу алыстағы елге ұзатылды. Оның өмірі сырттай тыныш, қалыпты көрінгенімен, жүрегінің түкпірінде сол бір аяқталмаған сезімнің ізі мәңгі сақталып қалды. Кей түндері ол аспанға қарап өткен күндерді еске алатын. Бірақ ешқашан қайта оралуға батылы жетпейтін. Ал Данияр болса ел ішінде жүріп өз жолын жалғастырды.
Ол сырт көзге мықты, сабырлы жан болып көрінгенімен, іштей бір бөлігін жоғалтқан еді. Кейде ол баяғы баққа келіп, жапырақтардың сыбдырын тыңдап ұзақ отыратын. Жылдар өтті. Заман өзгерді. Қалалар жаңарды. Бірақ бір нәрсе өзгермеді. Ол бақсының айтқан сөзінің көлеңкесі. Олар бірге болмады. Бірақ ешқашан толық ажырайда алмады. Өйткені кейбір махаббаттар қосылу үшін емес, есте қалу үшін жаралған.